Сәлеметсіздер ме, құрметті инста көрермендер? Сіздермен бірге номері 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің педагог-психологы Ерғалиева Жангүл Ақбергенқызы. Қымбатты жас түлек, 20 желтоқсан мен 30 желтоқсан аралығында сіздер үшін ең маңызды кезең ұлттық бірыңғай тестілеуге жазылу кезеңі. Одан кейінгі сіз үшін өте маңызды, өте жауапты кезең 10 қаңтар мен 10 ақпан аралығында сіздің осы уақытқа дейінгі жиған-тыйған біліміңізді тексеру мақсатында ұлттық бірыңғай тестілеуден өтетін күндеріңіз. Қымбатты жас түлек, ұлттық бірыңғай тестілеуге сіз дайындықты қалай бастап жатырсыз? Ұлттық бірыңғай тестілеу бұл кейбір оқушылар үшін үлкен стресс пен қиындықтар әкелетін кезең. Бірақ осы кезеңде сабырлы болу, асықпай дайындалу, ол эмоцияларыңды бақылау өте маңызды. Психолог ретінде сіздерге дайындық барысындағы сабыр мен тыныштықтың маңыздылығы туралы ұлттық бірыңғай тестілеудегі дайындалудағы жасырын күш, сабыр, асықпай дайындалудың тиімділігі тақырыбында психологиялық кеңес әзірлеп отырмын. Қымбатты жас түлек, егер сізді мазалап жүрген, толғандырып жүрген, көкейіңізде жүрген сауал болса, тікелей эфир барысында жолдауыңызға болады, немесе мектептің дайрегіне жазсаңыз, сіз үшін әрдайым жауап беруге тырысамын. Қымбатты жас түлек, сабырлықтың маңызы неде деп ойлайсыздар? Ұлттық бірыңғай тестілеуде бұл ұзақ және талапты процесс екені бәрімізге мәлім. Әр оқушының дайындалу деңгейі, мүмкіндігі әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ сабыр сақтай отырып, өзіңді түсініп, дайындықты жоспарлы түрде жүргізу өте маңызды. Неге? Сабырлы болу керек адам. Яғни, сабырлықтың маңызы неде деп ойласақ, бұл стрессті азайту екен. Сабырлы болу арқылы адам өзінің бойындағы стрессті жеңіп, яғни төмендетіп, өзінің діттеген нәтижесіне, көздеген мақсатына жетуге үлкен мүмкіндік туғызатыны айдан анық. Ал сабырсыз, стресі жоғары болған адамның есте сақтау қабілеті төмендейді. Яғни, есте сақтау қабілеттің жоғары болуы ұбт тапсырушы түлектер үшін өте маңызды. Себебі әр сұраққа жете мән беріп, оны есімізге сақтай отырып, жадымызға түйсек, ол біз үшін үлкен нәтиже берері анық. Яғни, сабырлы болу сонымен қатар күрделі жағдайлармен күресуге көмектеседі. Ұлттық бірыңғай тестілеу барысында қиындықтар болуы мүмкін, яғни сабыр сақтау арқылы сол қиындықтарды төмендетуге біз қол жеткіземіз, қымбатты достар. Егер сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар, мүмкіндік болып жатса, мүмкіндігінше жауап беруге әзірмін. Сонымен қатар, қымбатты достар, сабырлы болудың мынадай принциптері бар екен. Яғни, уақытты тиімді пайдалану. Қымбатты жас түлек, көп ақпаратты, барлық сұрақты тез оқып шығамын деп асықпауымыз қажет. Сол уақытты тиімді пайдаланып, яғни сіздің әр пәнге бөлген уақытыңызды, сонымен қатар дайындыққа бөлген уақытыңызды жоспарлы түрде бөліп орындауымыз қажет. Яғни, уақытты тиімді басқарудың бір жолы осындай екен. Кейбір адамдар үшін есте сақтау, яғни мәліметтерді оқу
таңертеңгі мезгілде ыңғайлы болса, кейбір адамдар үшін кешкі мезгілде ақпаратты оқыған тиімдірек. Сондықтан сіз өз мүмкіндігіңізді ескеріп, өз жауапкершілігіңізбен мүмкіндігіңізді пайдалануыңыз қажет. Сіздің мүмкіндігіңіз қай кезеңде ыңғайлы, соны ескерген жөн. Яғни, бұл жерде өзімізді жақсы түсінуіміз қажет. Келесі, яғни өз эмоцияларыңмен жұмыс жасауымыз қажет, қымбатты достар. Яғни, ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде бұл адамның тек қана білімін сынайтын сынақ емес, сонымен қатар эмоцияларды да басқару қажет екендігі айдан анық. Адамның бойында стресс, үрей, мазасыздық сияқты сезімдер бұл өтетіні табиғи құбылыс. Дегенмен, оларды жеңу үшін медитациялық, тыныс алу жаттығулары, спорттық әрекеттер жасау адам үшін пайдалы. Сабырлы дайындықтың нәтижесі қандай болады екен, достар? Яғни, ол тиімді оқытуға пайдалы. Сабырлы дайындық оқыту процесі оқыту кезінде тиімді. Оқу барысында маңызды мәліметтерді жақсы меңгеру үшін уақытты бөлудің маңызы зор. Білімді жүйелі түрде меңгеру, шұғыл түрде жүктемелерді түсініп, соңғы сәтке қалдырмау, яғни бұл сабырлы дайындықтың ең басты артықшылығы. Өзіңізге берілген жауапкершілікті кейінге қалдырмауымыз қажет. Яғни, жоспарлы уақытты пайдалану деп отырғанымыз осында. Жоғары нәтижеге қол жеткіземіз, яғни уақытты тиімді пайдалану арқылы сабырлы дайындық барысында жоғары нәтижеге қол жеткіземіз. Әрине, сабырлы дайындық сізге байсалды түрде ойлануға мүмкіндік береді. Үздіксіз дұрыс жұмыс істегенде нәтижелер жақсы болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде стресс пен асығыс шешімдер нәтижесінде бұл біздің төмен балл жинауымызға септігін тигізіп қалуы мүмкін. Сондықтан асығыстық ол біз үшін оңтайлы шешім емес. Сонымен қатар сабырлы дайындықтың тағы бір жақсы принципі эмоциялық тұрақтылық. Сабырлы болу сізді эмоционалдық жағынан тұрақты етіп, ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде нервтік күйзеліс пен депрессияның алдын алады екен. Жалпы сабырлы адам барлық жағдайда өзін тежей алады, депрессиядан қорғай алады, өзін өзі басқару арқылы стресстен шыға алады. Қымбатты достар, сабырлы болу үшін біз қандай іс-әрекеттерді дағдыға айналдыруымыз қажет? Яғни, соның бірі тыныс алу жаттығулары. Адам терең тыныс алып, өзінің бойындағы стресстік жағдайларын оңтайлы шеше алады екен. Яғни, бұл әдіс көптеген жағдайда адамның өзін өзі басқаруға өте тиімді әсер етеді. Сонымен қатар, сабырлы болу үшін алдымен өз күшімізді, мүмкіндігімізді бағалауымыз қажет. Өзіңізге сенім артуыңыз қажет. Бұл сізді оқу бағдарламасындағы кез келген мәліметтерді есте сақтауға және сабырлы болуға қол жеткізеді. Қымбатты достар, сұрақтарыңыз болса жолдауға болады әрине. Қандай сұрақ бар екен біз? Алмай қалсақ па? Сұрағыңыз үшін рахмет, қымбатты түлек.
ойдағыдай сіз ойлаған балды, ұпайды жинай алмай қалсаңыз, бұл өмірдің соңғы сынағы емес екенін сіз ескеруіңіз қажет. Қымбатты достар, қандай жағдай болмасын, сіз өзіңізге сенуіңіз қажет. Бір мамандыққа түсе алмасаңыз, өзіңіздің бағыңызды басқаша да сынай алуға болады. Қымбатты достар, сіздерге берілген үлкен мүмкіндік қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуді бесігіп тапсыру. Яғни, ертең сіздер қаңтар ұбт-сына барасыздар. Одан кейін өзіңіздің біліміңізді тексеру мақсатында тағы да тесттен өтесіздер. Егер қалаған ұпайыңызды жинай алмай қалған жағдайда, сіз үшін арнайы тамызда сіз үшін арнайы тағы да тест ашылады. Сол мүмкіндікті де қолдан жібермеуіміз қажет. Әрине, алма тіс, аузыма түс дегеннен аулақпыз. Дегенмен сіз қаншалықты еңбек етсеңіз, қаншалықты дайындалсаңыз, нәтиже жемісті болары анық. Сондай дайындықтың нәтижесінде сіз үлкен жетістікке жетесіз. Ең бастысы сабырмен, асықпай дайындалуымыз қажет. Менің бүгінгі тақырыбым бойынша. Тағы да сұрақ бар ма бізде? Қымбатты достар, сұрақ болмаса, менің бүгінгі тақырыбымды, сөзімді қорытындылай келе, ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде сабырлы болу тек сыртқы жағдайды емес, сонымен бірге ішкі әлеміңізді де ретке келтіреді. Дайындықтың тиімділігі сабырлы, жүйелі әрі байсалды болуға байланысты. Біліміңізге сеніп, уақытты дұрыс пайдаланып, эмоцияларыңызды бақылау арқылы жақсы нәтижеге жетуге болады. Ұлттық бірыңғай тест бұл тек тест қана емес, өзіңізді сынайтын маңызды кезең. Сондықтан сабырмен дайындалып, осы кезеңді басқарыңыз. Қымбатты түлек, сіздерге сәттілік тілеймін. Алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуден ойдағыдай ұпайыңызды, ойлаған балыңызды жинайды деген үлкен сеніммен бүгінгі сөзімді қорытындылаймын.